Бала күнімде қолыма жиі сүйел шығатын. Қыз болған соң ұялып қолымды жауып жүретінмін. Енемен сүйелді тескілеп алып тастағым келетін. Ол керісінше көбейе берді. Бірде анам айтуғанда ақ және көк матаны алып, ауыл шетіне апарды. Сүйелімді аластап берді. Жаңағы мата мен сүйелді айналдыра сүрттік те матаны тастап кеттік. Содан артымызға қарамай үйге кетіп қалдық. Бірақ одан ешқандай сүйел кете қоймады. Содан бір күні пайдалы кеңестер атты журналды ашып оқып отырсам, сүйелді кетіру жолын жазған екен. Онда алма қажет деп жазыпты. Содан не керек, көршінің бақшасынан бір алманы алып келдім де, дәл сол журналда жазғанды бұлжытпай орындадым. Ең әуелі алманы қақ ортасынан теңдей екіге бөлеміз. Сосын ортасындағы сулы беттерімен сүйелді жақсылап айналдыра сүртіп шығамыз. Яғни аппақ бетімен ортасымен сүртеміз. Алманы қайтадан туралап біріктіреміз. Ешқандай кесілмеген секілді болып тұру керек. Және жіппен сыртын байлаймыз. Су аз тиетін жерге көміп тастаймыз. Алма шірігенде қолыңдағы сүйел шіріп түсіп қалады екен. Осыны жасап мен сүйелден лезде арылған едім. Сіздер де жасап көріңіздер, пайдаларыңызға тисін.